Бостандық ауданының полиция басқармасының бастығының орынбасары полиция майоры Альмуратов Нұрберген Өтегенұлы. Құрметті азаматтар, Бостандық ауданының тұрғындары және қонақтары. Қауіпсіздік жол республикалық жедел алдын алу іс-шарасының басты мақсаты жол көлік оқиғаларының алдын алу, жол қозғалыстарының ережелерін сақтау, мәдениетін қалыптастыру және барлық қатысушылардың жауапкершіліктерін арттыру. Бүгінде жол үстіндегі әрбір адамның жүргізуші болсын, жаяу жүргінші болсын, қауіпсіздікті қосатын үлесі ерекше маңызды. Әсіресе мас күйінде көлік жүргізу, жылдамдықты арттыру, жол ережелерін елемеу қайғылы салдарынан әкелетін негізгі факторлар. Сол себептен біз әр азаматты заңға бағынуға, жолда сергек болуға және өз өмірі мен өзгенің өмірлерін жауапкершілікке қарауға шақырамыз. Полиция жолдағы тәртіпті қамтамасыз ету үшін күнделікті жұмыс жүргізуде. Алайда бұл ортақ міндет. Жолдағы қауіпсіздік әрқайсымыздың саналы таңдауымыз бен күнделікті дағдымыз болу керек.